если стримді қарайтын болсаңыздар, кейде боқтап тастаймын. Потому что в моменте сезім келді, мен ол сезімді жеткіземін. А сіздердің реакцияларыңызға, типа, я обиделась, я была хорошая, ты так сказал, деген, я за ваши реакции не отвечаю. И большинство людей, когда вот так говорят, и уже сіздер аналардың реакциясын қарап отырасыңдар. Мен айтсам ренжіп қалама, мен бүйтіп қалсам папа бүйтіп қалама, ана бүйтіп қалама деп, и өздерінің айтқан кезде сезімдеріңізді ысыра бересіздер. Понимаете, да? И вот здесь проблема происходит обратно. Сен айтатын сөзіңді айта алмадың, потому что сен қорықтың, что сейчас күйеуің саған айқайлап жібереді, ренжіп қалады, либо тағы да басқа болады деп. И вот здесь уже начинается, там, не знаю, ложь порождает ложь дейді. Сөйтіп өтірік алдап, қаншама әйелдер бар, которые 20-30 жыл өмір сүріп жатыр, бірақ нету чувств, нету страсти, нету любви, просто живет ради детей, не знаю, ради кого-то, короче. Бір адам тауып алған миында, сол адам үшін өмір сүреді.